Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін біз газ алмасу тақырыбына танысамыз. Бүгінгі сабақта ағзадағы тыныс алудың рөлі, өкпедегі газ алмасу және ұлпадағы газ алмасу тақырыпшаларына тоқталамыз. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ағзадағы тыныс алудың рөлі қандай? Ол үшін біз тыныс алу дегеніміз не? Осы анықтамаға тоқтала кетейік. Тыныс алу дегеніміз ағза мен қоршаған ортаның арасындағы газ алмасу үдерісін айтамыз. Барлық тіршілік иесі оттегін сіңіріп көмірқышқыл газын бөледі. Ағзаның әрбір жасушасының жұмысы оттекті пайдалануға байланысты. Мысал ретінде тер бөлінуді, сілекей бөлінуді, бұлшықеттің жиырылуының барлығы оттегімен байланысты болып келеді. Оттек ол тамақпен бірге алған органикалық заттардан энергия алу үшін керек. Органикалық заттар тотыққан және ыдыраған кезде оттек пайдаланылады және энергия бөлінеді. Адам ағзасында оттектің қоры жоқ. Сондықтан біз денеміздің барлық жасушаларын оттекпен үздіксіз қамтамасыз етілуі керек. Тыныс алу мүшелері мен қан тамырлары жүйесі денеміздің әрбір жасушасын қажет оттекпен қамтамасыз ете тұрады да түзілген көмірқышқыл газын шығарып отырады. Көптеген ғалымдар қан тамырлары жүйесі мен тыныс алу жүйесі біздің ағзамыздың біртұтас кардиореспираторлық жүйесіне біріктірген. Ағза мен сыртқы орта қан жасушалары арасындағы газ алмасуды тыныс алу жүйесі іске асырады. Ал қан тамырлары жүйесі оттекті дене жасушасына дейін жеткізіп отырады. Оттексіз дене жасушалары тамақтың органикалық заттарынан бөлінетін қажет энергияны ала алмайды. Енді мына жерге суретке қарасаңыздар, сіздерде адамның тыныс алу мүшелері көрсетілген. Яғни осы реттілікті жазып алыңыздар, суретін дәптерлеріңізге салып алыңыздар. Өйткені сіздерге тестта да келеді, тыныс алу мүшелерін ретімен орналастыр деген сұрақ болады көбінесе. Сондықтан бізде ең бірінші тыныс алу мүшелеріне жататын ол мұрын қуысынан басталады. Қарап тұрыңыздар суретке. 8-ші сынып оқулығы бойынша мен айтып жатырмын. Мұрын қуысынан кейін бізде жұтқыншақ. Жұтқыншақ ол ас қорыту жүйесіне де жатады, тыныс алуға да жатады, білесіздер. Себебі жұтқыншақ арқылы ас қорыту жүйесіне тамақ өтсе, тыныс алу жүйесінде біз дем аламыз. Одан кейінгі мүше көмекей, одан кейін кеңірдек, одан кейін бронхлар, соңғы ол өкпе болып табылады. Өкпеден басқа аталған барлық мүшелер ауа жолдары деп аталады. Яғни мұрын қуысынан басталып төменге қарай орналасқанның барлығынан ауа өтеді. Сондықтан ауа жолдары деп атаймыз. Олар ауаны өкпеге жеткізу үшін және оны барынша қауіпсіз ету үшін қажет. Өкпеде оттектің қанға түсуі, қаннан көмірқышқыл газының шығарылуы жүзеге асырылады. Енді келесі жаңағы мен айтқан екі тақырыпша ол өкпедегі және ұлпадағы газ алмасу дегеніміз не. Сіздерге осы бойынша бұдан сұрақ келсе, мен барлық ақпаратты айтпаймын, қысқада және нұсқа қылдырып сіздерге түсінікті қылдырып айтып беремін қазір. Өкпедегі газ алмасу дегеніміз не? Ол гемоглобин өкпе көпіршіктеріне көмірқышқыл газын беріп, оттекті қосып алады. Қараңыздар. Газ алмасу альвеола қабырғасы және вена капиллярлары арқылы жүреді. Альвеола қабырғасы деген бірінші суретте көрдіңіздер ғой, бронхы, сол бронхының ұштарында альвеолалар орналасқан. Соны айтамыз біз альвеола деп. Оттекті байытатын қан үлкен қан айналым шеңбері бойынша барлық ұлпаларға таралады. Өкпеге келген ауа құрамында 16% оттегімен 4% көмірқышқыл газы болады. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді мына жердегі суретке қарасаңыздар, сізде өкпедегі газ алмасу берілген. Бұнда тыныс алған кездегі ауаның құрамы 1 деп тұр ғой, санға қараңыздар. Көрсетілген екінші номерде тыныс шығарғандағы ауаның құрамы көрсетілген. Келесі бізде екінші тақырыпшамыз ол ұлпадағы газ алмасу деп аталады. Бұл дегеніміз не? Ол капиллярлардың қабырғалары арқылы оттегі ұлпа сұйықтығына өтеді. Одан дене жасушаларына түседі, ал көмірқышқыл газына керісінше қанығады. Вена қаны жүрекке, содан соң өкпе артериясы арқылы кіші қан айналым шеңберіне түседі. Яғни ол кіші қан айналым шеңбері өкпе арқылы жүретін.
яғни осындай бірінен айырмашылықтары бар. Енді біз келесі сабақта сендерге тыныс алу мен тыныс шығару механизмдері туралы, кеуде қуыс механизмі туралы ақпарат беретін боламын. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарың болса, комментарийге қалдыра кетіңдер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.